Жақындар эфирден шықтым, жиналысқа қатыстым. Дәл қазір тренировкаға кетіп бара жатырмын. Тренировкадан шыққаннан кейін той сапар Шымкентке жолға шығамын. Қалайсыз? Эфир қалай болды? Кинодағыдай. Қойшы. Ойлағаныңыздай болды ма прям? Ойлағаныңыздай жасадыңыз иә бүгін негізі кіргенде ше. Блогер сияқты шығып отырсыз ғой. Жоқ енді көрермендер барлығы жазып жатыр. Нұрсұлтан қашан келеді? Нұрс қашан келеді? Айтыңызшы деп айтып жатыр. Рахмет. Білем ғой. Мен мына екінші үйім ғой. Мен бірінші үйім Шымкенттегі үйім жұмысын бітірді, мына үйдегі жұмысты бітіруге келдім. Иә, Нұрсұлтанды жақсы көретін көрермендері, оқырмандары міне келді. Көк көздеріңіз қараңыздар. Красавчик болып кетті. Иә. Көз тимесін ақы. Енді бір қыз болса да, или планмен келген сияқты көреміз. Жоқ, біреу жетеді, біреу жетеді. Жақсы, демалсын, жақсы болсын. Связьда. Аха, да. Эфирден шыққаннан кейін біз осындай әдемі жерлерді көріп шығамыз. Қараңыздар, неткен әдемілік, тауларды қараңыз, Алматының әдемі жерлерін қараңыз. Қысқасын айтқанда, біздің студия өте әдемі жерде. Достар, көрсеңіздер ғой, мен қандай шокта тұрмын ше, айта алмаймын. Қолдаушылар негізі осындай әдемі тортпен, біз сені жақсы көреміз деген тортпен осындай бір бұл мен сыйлық бітпеді деп хат жіберген болатын. Сыртқа шықсам осындай аниматорлармен гүлдері бар, осындай фруктылары бар, Зарина қолдаушыларына деп күшті музыкамен күтіп алды ғой. Айта алмаймын, мен мынандай үлкен корзина беріп жүрген екен бір салынған. Алло, как всегда, біздің заттарымыз ұстап көмектесіп жатыр. Қасымда Ақтылқын, қолдаушылар келген күшті гүл. Мен көңіл күйім күшті болып тұр, енді айтып жеткізе алмаймын. Бүгін қолдаушылардың енді потолок болды. Арманым жоқ қой, шынымен мен осындай қолдаушыларым бар ше, машаллах, барлығын жақсы көрем. Алла сіздер бұдан да қатты көп еселеп, екі дүниеде де бақытты етсін, қуанта берсін. Күшті! Қайырлы кеш баршаларыңызға. Мен соңғы кезде китайский кухняны өте жақсы көріп жүрмін. Мама негізі онша жақтырмайды ондайды, бірақ көрсін деп алып келдім, түрі бүйтіп отыр ғой. Қытай қалайын деп жатыр ме? Поможите деп қойсы. Просто маған ұнайды, именно хогандай шпажкалармен солай тамақтанған, интересно, идәмді. Мама енді Қытай қылайтын болдым, Қытай деп сөйтіп, бірақ жүзіне отыр, көреміз енді.